Армысыздар, қазақтың арыс ұлдары мен қыздары Шыңдал каналына қош келдіңіз. Шыңдал каналы ағартушылық, психологиялық бағытта жұмыс жасайтын канал. Бұл каналдың жүргізушісі мен психолог-тренер Салихова Тамара. Бүгінгі видеомда мен адамның ағзасын басқаратын үлкен жүйе, эндокриндік жүйе туралы айтамын. Адамның ағзасын басқаратын тек қана орталық жүйке жүйесі емес, сонымен қатар эндокриндік жүйе. Эндокриндік жүйені не құрайды? Біздің денемізде орталық бездер бар. Осы орталық бездер эндокриндік жүйені құрайды. Бұл қандай бездер? Бұлар орталық мида орналасқан гипоталамус, гипофиз және тамақ безі, жүрек безі, бүйрек асты безі, асқазан безі және жыныстық бездер. Осы орталық бездер барлығы бірігіп келіп эндокриндік жүйені құрайды. Бұлардың атқаратын қызметі қандай? Бұлар гормон өндіреді. Гормон дегеніміз бұл химиялық әсерлер. Болмаса сезім деп айтайық. Мәселен, миға сырттан ақпарат келген мезгілде, ми бұл ақпаратты бұл химиялық сигнал ретінде орталық безге жібереді, ал орталық бездер гормондарды өндіре бастайды. Мәселен, миға сырттан қуанышты хабар келсе, ми дереу сигналды орталық бездерге жібереді. Орталық бездер біздің денемізде қуаныш сезімін толтырады. Ал егерде миға қайғылы хабар келсе, онда ми орталық бездерге дереу химиялық сигнал жіберіп, орталық бездер біздің денемізді қайғылы сезімге толтырады. Болмаса, қорқынышты бір хабар келсе, онда ми тағы да орталық бездерге сигнал жіберіп, орталық бездер біздің денемізді қорқынышты сезімге бөлейді. Осы түрлі сезімдерді біздер гормондар деп айтамыз. Гормондар. Енді осы орталық жүйке жүйесі менен эндокринді жүйе үнемі бір-бірімен тығыз байланыста, тығыз қарым-қатынаста болады. Сонда схема былай. Мына басқы мидың орталығындағы гипоталамус гипофизге бұйрық береді, ал гипофиз дереу орталық бездерге нұсқау береді, орталық бездер гормон өндіреді. Ең соңында бұл гормондар келіп, айналып келіп миға келеді. Сонда ми бір шешімді қабылдайды. Осы оқиғаға байланысты бір шешімді қабылдайды. Сонымен бүгінгі видеомда мен гормондар жөнінде және эндокриндік жүйе туралы айттым. Егер сіздерге бұл ақпарат қызғылықты болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз және комментарий жазып отырыңыз. Көріскенше күн нұрлы болсын. Келесі видеомда мен мидың екі бөлігі туралы әңгімелеймін. Бұл оң жақ бөлігі және сол жақ бөлігі. Олардың арасындағы қандай айырмашылық бар және олар бір-бірімен қалай қызмет істейді, бірігіп. Сол жөнінде ақпараттар беремін.